12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирдесіз не дейсіз? Бүгін біз студиямызда үлкен бір тақырыпты қозғағалы отырмыз. Адасып, анау елден жырақ Сирияға сапар шеккен, одан жусан операциясы арқылы елімізге қайтарылған азаматшамен тікелей сөйлесетін боламыз, және студиямызға осы бағытта қызмет атқарып жүрген бірнеше тұлғаларды шақырып отырмыз. Амансыздар ма? Студиямызға бүгін біздің бас имамымыз келіп отыр, қала тұрғындары келіп отыр бірнеше, сонымен бірге психологтар, теологтар және ортамызға жусан операциясымен оралған Әсем есімді біздің Ақтау қаласының тұрғыны келіп отыр. Қош келдіңіздер. Алдымен жусан деген операция бойынша әлеуметтік желіден, бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп жүргенмен біздің студиямызда тұңғыш рет сөз болып отыр. Сондықтан онша бір қуанышты, аса бір позитивті тақырып болмаса да біздің қоғамға қажетті деп есептейміз. Алдымен сауалымызды дін істері басқармасының өкілі Әсетке қояйық. Әсет, жалпы жусан операциясы туралы айтып беріңізші, біздің елге қанша азаматша оралды? Бұл жусан операциясы елімізде ең тарихи операция, ең сәтті өткен операцияның бірі. Бәріміз де оған куәміз, бәріміз де оған таңданып, таңғалғанбыз. Бұл жусан операциясы, жалпы Сирия мәселесі қашаннан талқыланып, қашаннан басты мәселелердің бірі болып келді. Осы күнге дейін осы жылдың басында елбасының өзінің араласуымен, өзінің пәрменімен, бастамасымен жусан операциясы жүзеге асты. Бұл жусан операциясы қаңтар айында басталды, бәріміз білеміз. Енді кезең-кезеңімен жүрді. Кезең-кезеңімен төрт кезеңнен тұрады. Жусан бірден бастап 4-ке дейін. Барлығы енді елге қайтарылған адамдардың саны 596 адам. Бұл барлығында да алаңдаушылық бар. Барлық елде де түрлі әңгімелер бар. Енді 596 адамның ішіндегі 400-ге жуығы өкінішке орай балалар. Одан кейін 150-ден астам әйел адамдар бар. 30-ға жуық ер азаматтар бар. Еліміз бойынша айтып отырсыз ғой? Мен еліміз бойынша айтып отырмын. Соның ішіндегі 531-дей 30-ға жуық азаматты Ақтау қаласына кезең-кезеңімен әкеліп, оларды бейімдеу орталығына орналастырылды. Бұл жерде Маңғыстаулық біздің басқармаға қарасты арнайы орталығымыз, дін мәселелері жөніндегі ақпараттық талдау орталығының теолог мамандары, психолог мамандары, еліміздің түкпір-түкпірінен келген тәжірибелі мамандардың барлығы осында Ақтауға келіп жиналып, ол азаматтармен үлкен жұмыс жасады. Бұны айту керек, бұл көзге көрінбесе де, бірақ үлкен ерлік деуге болады. Бұндай азаматтардың діни сеніммен кеткен, адасқан азаматтардың жаңағы көңілін тауып, олардың тілін тауып, олармен араласу, жан-жақты зерттеу, оларды жаңағы қайтару жұмыстарын осы орталықтың елімізден жиналған барлық теолог азаматтар атсалысты, жүргізді. Оған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да үлкен үлесі бар. Жалпы бұл жерде елдің арасында сұрақ, осы Маңғыстаудан кім бар? Қандай азаматтар бар? Қанша? Осы сұрақ бәрінің көкейінде жүр. Енді бұның ішінде көп азаматтар маңғыстаулық емес. Маңғыстаудан осы қаңтардан мамыр айына дейін 6 әйел азамат, 15 бала бар. Оның ішінде 2 бала жетім қалған, ата-анасыз қалған балалар. Бұларды жалпы барлық азаматтарды мемлекет біріншіден барлық жан-жақты қамқорлық көрсетіп жатыр. Ел алаңдайды, халық азаматтар әртүрлі әңгімелер бар. Үшін бұндай шара болып жатыр, неге қажеті бар деген сияқты сұрақтар туындап жатыр. Ашық айту керек. Біз қазақ елі ешқандай тентегінде
адасып кеткен, ел асып кеткен азаматтардың ешқайсысын көкейінен итерген емес, қамқорлық жасап, оларды алдыртып, осындай әрекеттермен бүткіл елдің мемлекеттер арасында үлгілі болып отыр. Бұл Жусан операциясын жүргізу негізі елдің оған қандай абырой керек, қандай президенттің тұлғалық орны және елдер арасындағы беделі осы үлкен рөл атқарады. Осындай беделі арқылы бұл нәрсе жүзеге асып отыр. Мемлекетке азаматтар сенім арту керек. Ешқандай бұл азаматтар қоғамға қауіпті емес. Қауіпті азаматтар олардың өздерінің ана жақта жасаған қылмыстарына, араласқан нәрселеріне байланысты олар құқықтық шара қолданылады. Ал қалған азаматтар олар мемлекеттің бақылауында, қадағалауында, жан-жақты зерттеуінде үнемі сақталады және олармен барлығы жұмыс жасайды. Біз Маңғыстауға келген кезде білім басқармасы, мына жұмыспен қамту басқармасы, денсаулық сақтау басқармасы барлығы жан-жақты көмек көрсетті және көрсетіп келе жатыр. Бұлардың әртүрлі проблемалары бар, құжаттарында, денсаулықтарында, басқаларында осындай мемлекеттік мекемелердің араласуымен қазір реттеліп, жаңағы оңалып, проблемалары, мәселелері шешіліп келе жатыр. Сирияны аңсау, Сирияға бағыт алу көзсіз жүзеге аса ма, өзі қалай болады? Неден басталады? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы Сирия мәселесінің болғаны да 5 жылдың жүзі болды десек те болады ғой енді. Жалпы мынау біздің мұсылман тарихына көз жүгірткен кезімізде мұсылман баласы, енді мұсылмандар дейміз ғой, түрлі дін өкілдеріменен әртүрлі қарым-қатынаста болды, түрлі шайқастарда орын алды. Бірақ соның ішінде мынау мұсылман әскерлері көп жағдайда шайқас алаңында жеңілмейтін болған. Жаңа жеңіске үнемі қол жеткізіп отырған. Ал енді сондай рухы күшті, рухы биік мұсылмандарды құлдыратудың ең әдемі бір тәсілін ойлап табады. Әрине ол кім? Ол батыс империализм дейміз ғой, отаршылдықтары. Мұсылман әлемде ауызбіршілік мықты болды заманында. Қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, бүкіл дүниедегі әлемдегі байлықтың басым көпшілігі мұсылман әлемінде. Яғни 57 мұсылман мемлекеті болған болса, соларда енді байлық басым көпшілігі сол жерде. Енді сол ауызбіршілік ынтымақты құрту, мұсылманды мұсылманға айдап салудың ең әдемі тәсілі осындай қолдан жасалған діни ағымдарды сахнаға шығару. Және сахнаға шығару арқылы оны қаржыландыру, өз мемлекеттеріне яки болмаса мақсат мүдде күткен бір мемлекетке сол жоспарды жүзеге асыру болып есептеледі. Біз енді бір маман ретінде айтарымыз, бұл үлкен бір батыстың былайша айтқан кезде жасаған бір жобасы. Жаңағы Eagle дейміз ғой, сол үлкен бір жобасы. Бұны қаржыландырды да, қару-жарақпен де қамтамасыз етті. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі мұсылмандарға түрлі бағыттағы үндеулер тастады. Ойбай, мына жақта келіңдер, жұмақ бар, Құдайдың сендерге беретін сыйы бар. Бұл жерде сендер халифат орнатасыңдар, орта ғасырдағыдай сондай бір шариғат мемлекетін орнатасыңдар, ешкімге бағынбайсыңдар, өздерің әскерлерің, өздерінің паспорттарың болады, өздерінің төлі ақшаларың болады. Міне сендердің басшыларың деп Әбу Бәкір әл-Бағдадиді әдемілеп жарнамалады. Қазақ тілінде, орыс тілінде немесе араб тілінде көптеген уағыз насихаттарды әдемілеп шығарып, жастарды еліктірді. Және де бұл үлкен бір жобаны жүзеге асыру үшін де алпауыт мемлекеттер қаржынды аямады. Міне осының кесірінен бүкіл әлемде, соның ішінде біздің қазақтың ішінде де дінге бет бұрғандар арасында осы идеологияға, осы жарнамаға еліктегендер соны өздеріне пір тұтып, біз сол жаңағы айтқан кезінде біз айтушы едік қой, асан қайғының жер ұйығын қашан табамыз деген сияқты. Соған жетемін деген мақсатпенен шетел асты ғой. Олардың бәріне есіктер ашылды, барлығын мүмкіншілік жасады, бірақ барған кезде ондай емес екендіктеріне көз жеткізді. Біз соны қаншама уақыт мешітте, кездесулерде, әрбір жерде жаңағы сол теріс ағымның өкілімен жеке кездесулерде сондайға бет бұрған, ауыратын рухани тұрғыдан солармен кездескен кезде, абақтада, қай жерде болсын түсіндірме жұмыстарында болған кезде айтып түсіндірдік те. Бірақ аңсары ауып,
сол жаққа баруды мақсат тұтты. Өйткені бұл идеология. Идеологияны өте тамаша жүзеге асырды. Жаңағы батыс алпауыттар, енді ол кім екенін бәріңіз білесіздер, бізде бұны нақты біліп отырмыз кім екендігін. Соның нәтижесінде сол теріс идеологияны насихаттап, қазір енді соның зардабы бүкіл әлемге тиді. Сол біздің елімізден де осынша жастардың кетуі. Біз оларға айттық заманында. Мешітте қаншама рет айттық оларға, бұл дұрыс емес, ол жақта ешқандай жихад жоқ, ол жерде ештеңе жоқ деп. Біз негіздеме ретінде де айттық. Негіздемеміз қандай? Негіздемеміз Құран кәрімде Алла тағала Ниса сүресінің 93-ші аятында айтады, кімде-кім бір мұсылманды әдейілеп өлтіретін болса дейді, баратын жері мәңгілік тозақ дейді. Аятта біз оны да ескерттік. Және де мұсылман үшін жаңағы қасиетті болатын ұғымдар бар. Біріншіден оның жаны, оның мал дүниесі, оның бала шағасы, отаны, діні, мемлекеті, бұның барлығы мұсылман үшін қасиетті. Ал егерде кімде-кім соған қол соғатын болса, мұсылман өзінің туған жерінде тұрып, сол жаңағы дұшпанға қол көтеріп, сонымен шайқасса, ол өз елінде жүріп батыр атанады. Және де қайтыс болса, ол Құдай алдында шахид деген дәрежеге жетеді деп. Ал енді басқаншы ретінде шетелден барып мұсылманға қол соғу Құранда да пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде де тыйым салынған. Біз соның барлығын қанша ескертсек те құлақ аспады. Иә, олай болса, біз енді студиямызға Әсем шақырып отырмыз. Әсем қалай кеткенін өз аузынан естейік. Әсемнің қалай кетті, қалай оралды, жусанмен келіп отыр ғой. Бірінші мына кішкентай бөпені шығарып жібере қояйық, иә, студиядан. Алып кете қоя ма? Иә, мен онда Әсемнің қасына барайын. Әсем қашан келген, қалай келген, енді барлығымыз да біліп отырмыз ғой, жусан операциясымен. Мен жалпы 2015 жылы күйеуім, бала шағам, 2 баламменен кеткенбіз Қазақстаннан. Жалпы күйеуім де өзім де жалпы басында қарсы болғанбыз. Ол жақта Сирия деген халифат деген дұрыс емес деп. Бірақ кеше жақында сол араласып жүрген көршіміз сол жаққа кетіп қалды деп естідік. Неше жылдан бері араласып жүрген көршіміз. Солар кеткесін күйеуім солармен хабарласып, неге кеттіңдер депті. Ол жақ дұрыс емес қой деп. Олар жоқ, мен өзім іште жүрмін, бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Адамдар өтірік айтады. Бұл ислам елі, бұл халифат. Шыныменен де барлық мұсылмандарға хижра жасау, яғни көшіп келу бәріңізге міндет, парыз деп, солай деп айтты күйеуімді. Күйеуім оның сөзіне сеніп, уже ода кетем деп неге қойды алдына. Кейін маған айтты, сол кететін, менде сол мен үшін главный не болды? Бала-шаға семьяның не істемеу болды. Мен үшін жалпы семьямыз айырылмай бірге жүру болды. Балдар әкесінен айырылмаса деп. Сонымен мен де күйеуіммен кетемін деп шештім. Сонымен 2015-те кеткенбіз 2 балам. 3-ші балама аяғым ауыр болды. Сол 2015-те кетіп, біз 2017-те жалпы кірдік. Бірақ күйеуім бір партияларға пленге түсіп қалды жолда көп қиындықтар болды балдарменен. Тіпті границадан Турция мен Сирияның границасы сондай қауіпті болды. Тіпті арабтар болды, жолды басқаратындар. Егер сен таудан неден құлап кетсең, ешкім саған көмек бере алмайды да. Егер басыңа пуля тиіп кетсе де, ешкім сені істемейді. Сондай жол қауіпті, оны бірақ біз білген жоқпыз. Бізге платный жол, қауіпсіз жол деп айтқан. Бірақ жол 3-4 сағат жүгіріп, нестеп жетіп алдық Сирияға. Балалармен. Иә, балдарменен, күйеуім балдар, қасымызда тағы семьялар болды. 3-4 семья болды. Сонымен күйеуім бірақ сол басқа партияға түсіп қалып, пленге түсіп қалды. Бізді бірақ ішке кіргізіп жіберді 2017-те. Күйеуім 6 айдан кейін артымыздан келді. Мен оған дейін Макарда болдым. Макар деген сол әйелдердің тұратын бір үйде, бір жалпы 50-60 адам тұрады бала-шағамен, бір бөлмеде 15-20 адам тұрамыз. Үстімізге бір масул деп қояды, амир, бір Дагестан амир болды, келіп хал жағдайым сұрап тұрады. Тамақтар әкеледі, бірақ дегенмен балдар ауырып қалады, уақытында келіп не істемейді, көмектеспейді. Балдар қатты ауырып қалатын күндер болды.
Қандай аурулармен ауырады көбіне? Барғанда енді ол кезде де сол сары ауру, кор деген қызылша аурулармен ауырды. Не істеген жоқ олар, көмектескен жоқ та, больницаға апарған жоқ, уақытында келмеді. Өзімізге үйден шығуға болмайды, Макардан тыйым салады да. Есіктің артынан келіп бізге хабарласып солай не істеп кетеді. Сонымен күйеуімді сұраймын, күйеуімнің де хабарын айтпайды маған, не тірі не өлісін білмедім. Сонымен 6 айдан кейін күйеуім келді. Келіп бізді ол жерден алып кетті. Бірақ біз барған жылдар уже бомбежкіге барған екенбіз. Бомбалап ешқандай барғанда біз ол жерде жаңағы бомбаламайды, шет жақтарды не істейді дегенде ол бәрі өтірік. Сол біз барғаннан сол бомба күшейген уақыт екен, соған бардық. Соғыстың ортасына түстіңіздер, әптегеннен. Соменен сол көшіп қонып күнде сол эвакуация сондаймен жүрдік. Күніміз сонымен өтеді. Күнде дайындалып отырамыз, сумкаларды қолға алып. Сол барғаннан өкіндім жалпы. Тым жақсы, балдарымның тәрбиесі негізі Қазақстанда жақсы еді. Ол жаққа барып балдарымның тәрбиесі бұзылып кетті. Күйеуім 6 айда келіп бізді танымай қалды. Біз азып тозып кеткен. Балдарым тіп танымай қалды күйеуім. Сонымен оларға не үшін балдарға неге дұрыстап қарамадыңдар деп көмек көрсетпедіңдер десе, олар жалпы өздерін не істейді. Ақтап бірдеңелерді айтып не істейді. Міндет емеспіз дейді, иә? Иә, олар ақтайды өздерінді. Сонымен күйеуім жалпы естіді, ол жер дұрыс емес екен. Сол жол іздеп не істеп жүрді. Бұл жерден кету керек, бұның бәрі политика екен, бәрі дұрыс емес екен деп қайтуға жол іздеп жүргенде, он тағы бір Қазақстанның несі азаматы, сол амир болып жұмыс жасайды екен. Ол күйеуімді не істеді? Сен не істеме, сен тура жолдасың, сен катибаға қосыл, өтіп айырылма, ол кетіп атқандардікі дұрыс емес деп, сол өлсең шахид боласың деп күйеуімді басын айландырып сонымен не істеді? Қалдырды не істеп. Сонымен күйеуім катибаға кірді. Катиба деген не? Катиба деген сол әр катибалар болады, например, снайпер катибасы, медицина не деген әртүрлі нелер болады өздерінің катиба. Ол катибаға кірмесең, сенде ақша бермейді ол кезде. Жалпы сен тек ислам елінде жасау үшін барсаң да, саған ешкім қарамайды, сен списокте болмайсың. Ал катибада сен списокте боласың да. Сонымен уақыттар өтті, сонымен бомбалар күшейді, қашып көшіп жүрдік. Сол күйеуім не істеді? Минаға түсіп қалды, өздерінің минасына. Сол Даиштің өздерінің минасына түсіп қалды. Бір аяғынан айырылды, екінші аяғынан жарақаттап, тіпті жүре алмай аяқсыз не істеп қалды. Екі аяғынан? Иә. Жоқ, бір аяғы кетті, екінші аяқ бірақ жарамайды. Тек не істеп. Бірақ бір адам келіп не істеген жоқ, хабар алған жоқ бізден. Сонымен күйеуімді сол маған қиын болды. Иә, жыламаңыз. Әрине енді жат жерде, соғыстың ортасында балалар. Сонымен аштықта болды, тамақтар жоқ. Маған сол балдарымды және күйеуімді бірге қашып қиын болды. Асем. Сонымен не болды? Ол кезде 3 бала еді ма сізде? Жоқ, жалпы 4-сінде туып едім. 4 балам бар еді. Қолымда қызым 3-4 айлық еді, жаңағы қызым. Үйлерде жоқ, қашып көніп сөйтіп жүрдік. Түннің бір уағында бомба, түннің бір уағында басталып, айтқандардың бәрі өтірік болды. Ешқандай мен ойлағанмын, ислам елі бір сондай бейбіт ел, сондай адамдар сондай бір-біріне мейірімді деп, бірақ мен ондай бір-біріне мейірімді, ондай адамдарды көрген жоқпын. Наоборот, жаңағы олар мейірімсіз болып кеткенді адамдар. Әрине, соғыс болып жатқан жер. Иә, соғыс кейде өзім таң қалатын едім.
көшеде кетіп бара жатсам, адамдар бәрі ранен, балдар аш, тіпті сондай балдар болды, аштан өліп қалған да. Сөйтіп соғыста кәдімгі не істейтін едім да, сондай соғыста бұрын соғысқа кинодан көретін едім, өзім сол соғыстың ішінде жүргеніме таң қалатын едім да. Нешедесіз? Мен жалпы өзім 32-ден. Жолдасыңыз? 33-те. Неше жылыңыз сол жақта өтіп тұр сонда? 2 жыл. Жалпы 2 жыл болдым, бірақ сол 2 жыл өмірімде ең ұмытылмайтын, ең сондай аянышты не болды, оқиға болды өмірімде. Қорқынышты. Иә, қорқынышты, балдарым үшін, иә. Күнде қауіп, біз күнде балдармен бір-бірімізден кешірім сұрап, бүгін бар болсақ ертең жоқпыз да, күнде өлім көреміз. Бір-бірімізден кешірім сұрап, сөйтіп ұйықтайтынбыз, таңертең барымыз ба жоқпыз ба білмейміз. Балдарымды кешірім сұрайды. Мен айтамын, сіздердің күнәларың жоқ қой, сіздер кешірім сұрамаңдар деп. Біздің қателікпенен кетті ол балдар. Біз кінәліміз дейсіздер? Біз кінәліміз, әрине біз балдардың ешқандай күнәсі жоқ. Балам 3-4-те болды, қызым 2,5-да, сондай кішкентай. Қайда баратынын да білмейді олар, қайда баратқанын да білмейді. Әке-шешесінің қасында болса, олар сол бақытты. Түнімен сол бомба бастайды, балдарымды ұйықтап жатқан 2-3-тің уақытында жүгіріп алып, окоптарға не істеп кіріп кетеміз, салқын сондай. Балдар жылайды, тіпті жылауға да қорқып қалған олар. Сондай күндер басымыздан өтті. Аштықтан сол шөп жеген күндеріміз болды, отырып жем жедік. Балдар понос болды, психически балдардың нелеріне зиян тиді. Денсаулықтарына? Иә, денсаулықтарына да, психологиясына да көп зиян тиді балдардың біздің айыбымызбенен. Сонымен бір күн сол договор болатын болды, сол курттағы кім қалайды, сол ранендер және әйел бала-шағалар кеткілер келгендер кетсін деді. Елге қайтсын? Жоқ, курттарменен. Курттарға? Кім беріліңдер деді, бергісі келгендер беріліңдер. Мен қуанып сол күйеуіме айтып келдім, сондай не бар екен, барып не қылсақ болады екен деп. Сразу ойланбастан курттарға бардым, сол мартта, 1 март күні балдарымен артынан күйеуім келді курттарға. Ол жерде де жалпы бізге қарады, не қылып. Қарады, жақсы қарады ма? Жақсы қарады, иә. Көмек қолынан келгенше көмектерін берді. Ол жерде 2-3 ай тұрдық. 2-3 айдан кейін сол естідік, сол Қазақстан азаматтары келіп, бізді алып кетеді деп. Бірақ ол жерде әйелдер лагері болды, күйеуімді көрген жоқпын. Сонымен оғанда барып, Қазақстан азаматтары бізге айтты, сіз кім қалайды, соларды алып кетеміз деді. Тек қалайтындарды, қаламайтын, әркім өзінің қалауымен. Біз ешкімді мәжбүрлемейміз деді. Сонымен біз бәріміз өзіміздің немізбенен жазылып, қуанып, қуанып, балдарда Қазақстанға кетеміз деп қуанып не істеді. Жалпы барған күннен біз өкінгенбіз негізі. Бірақ қайтуға жол жоқ еді, қайтуға жол қиын еді. Жолдарға жалпы бір күн сол Даиште жүргенде мешітте айтыпты, кім артқа кететін болса, артынан атамыз депті да. Және жолда миналар көп адам естідік, сол минаға түсіп қалған деп. Балдардың көздері көрмей қалған минадан деп. Мен содан қорқатын едік та. Кейін күйеуім тіпті ранен болып қалғасын, тіпті жолға шығу не істедік. Қорқыныш еді бізге, басқа нелерге, Ирақтағы нелерге пленге түсіп қалудан да қорқатын едік та. Біз үшін бір дұға қылатын едік, сол бізді жеңіл жолмен алып кетші деп, Аллахтан жеңіл жолмен сондай бір шығарып алшы бізді деп та. Сол дұғаларымыз да қабыл болды ма, сол күтілмегенде сол доғыр болып курттардың лагеріне тап болдық. Кейін қазақстандықтар, бірінші қазақстандықтар келді, бірінші сол жетімдер қайда, жетімдерді алып кетеміз деп. Балаларды ғой, қайдасыңдар, қазақтар деп бізді сол жаудың арасынан алып шықты. Әрине, сол елбасымызға, халқымызға көп рахмет айтамын. Көп Қазақстанға оралғанда сол бізге жабайы болып келдік қой. Аштықтан, неден, соғыстан келгесін бәрімізде психически әртүрлі нелермен келдікті. Сол келгеннен көп көмектерін берді бізге, психологтар, теологтар, жақсы жұмыстарын жасады бізге. Кәдімгі ықыласпенен сондай
немеген жұмыс жасағаны көрініп тұрды да, бізді сол ана қараңғылықтан жарықтыққа алып шығу, ана қара нені не істеңдер, болашаққа не істеңдер деп та, үміттеніңдер, болашағыңыз ойлаңдар, ертеңіңіз ойлаңдар деп, сондай нелерді не істеп бізге айтып, бізде жүрегімізде үміт оянды ертеңге деп. Бізде ол жақта жүрегім ертеңге деген үміт жоқ еді, күнде өлімді көріп та. Бірге барған адамдарыңыз бірге қайттыңыздар ма? Жоқ, біз уже бәрі бөлініп кеткен, кім қайда екен білмейсің. Ол жерде сол бомбалаған кезде, соғыста не істегенде әркім тек өзінің басын, өзінің бала шағасын алып қашады. Оларды не істеген жоқпын. Бірге барған адамдарды келгенде бір нені көрдім, бізден алдын келген әйелді көрдім жалпы. Тірі қайтты ма? Иә, тірі, бәрі жақсы, бәрі келді. Олар өліп қалғандарды да көрдіңіз бе өзіңізбен? Иә, бізді шақырған сол көршілеріміз, олар сол ақтаулықтар еді көбісі. Сол бомбаның астында бәрі кетті олар. Көрдіңіз? Мен көрген жоқпын, бізге жақын жерге түскен бомбасы. Оның баруға уақыт жоқ, ол кезде уже қашу керек болды. Еще күйеуім ранен болды. Сонымен тек естідік, бірақ солар кетті деп, бомбаның астына өлді деп естідік. Иә. Қайтыс болды. Иә. Балалары да? Иә, балдары түгел семьямен сол 40 адамда кетті. Сол бір түнде. Иә, қуанат дейді, сіздер. Мана алып кетейін деп жусан операциясымен барған кезде қуанат. Әсіресе мана қалып бара жатқандар қызығып. Иә. Соны айта кетейін, әрине. Біз сол қазақ екенімізге сол кезде қуандық. Қазақстандықтар келді дегенде бәрі басқа елдегілер не үшін Америка, сондай Россия, Түркия, сондай үлкен елдер тұрып, неге именно сол Қазақстан алып кетеді, неге сіздерді алып баратыр деп бәрі, білмеймін, қызғаныш болды ма әлде бәрінде кеткісі келеді ғой. Иә деп, сонымен олар барып соранды, бізді де Қазақстан азаматы алып кетіңдерші, бізде кеткіміз келеді деп, бірақ тек Қазақстанның ғана азаматтарын алып кетеміз деп не істеді. Сол балдарым өте қуанышты, Қазақстанға келдік деп, әліге дейін айтады, не істеп, мана үшін біз Қазақстандамыз деп та. Сол мен жаңағы Назарбаев болғым келеді деп айтады балам. Сол өте қуаныштымыз келгенімізге. Жолдасыңыз аман сау оралды ғой, иә? Мүгедек болып оралса да, аман сау өзіңізбен бірге келді. Солай ма? Иә, жалпы мен сол неде лагерде болған кезде, курдтардың лагерінде болғанда, мен өзімде айтқанмын, мен күйеуім бар, сондай атын айтып, фамилиясын айтып, онда алып кетіңдерші депті. Иә, әрине алып кетеміз, қалдырмаймыз, қазақтарды қалдырмаймыз деп не істеді. Бізді сондай жақсы жұбатып, көп көмектерін берді. Енді кету ойда жоқ қой, иә? Жоқ, әрине. Жалпы қол аяғымызды байлап алып кетеміз десе де, енді мен кетпеймін. Жалпы көп адамдар негізі телевидениеге түсуден қашады, әсіресе осы Сириядан келгендер деп, келген әйелдер ұялады ғой енді көбісі. Мен де негізі сол ұялғанмын басында, бірақ сол мені көріп үлгі алсын, мына қателескенімді көріп, басқаларға не болайын деп, сол үшін негіз шыққанмын. Басқаларға кетіп қалмасын деп. Иә, кетіп қалмасын. Біз енді оларға живой примеріміз ғой. Көріп келдік бәрін. Ешқандай ислам несі жоқ, халифат жоқ, бәрі өтірік. Бәрі политика, саясат. Оған көзіміз жетті біздің. Бәрі өтірік. Ол, например, өз Қазақстанда да сенің оразаңа, намазыңа ешқандай қарсылық болып жатқан жоқ. Одан өз еліңде намазыңды оқып, өз еліңде де жүрсең болады солай. Өміріңді қиындатқың келсе ғана барып кел дейсіз. Жалпы балдарың жетім қалсын десең, сол өзің жесір қалғың келсе десең, онда жалпы ешкімге өзіме тілегеннен ешкімге тілемеймін, ешкімге басына салмасын. Әрине ол өте ауыр болды біз үшін, басымызда үлкен бір сынақ болды біз үшін. Адастық, қателестік. Енді ешкімнің ондай жолға түсуін қаламаймын. Ата-анаңыз қалай қарсы алды? Ата-енеңіз? Иә, туысқандар жалпы. Туысқандарымыз, сол әке-шешеміз өте жақсы не істеді, қарсы алды. Барлық жамандық енді артта қалсын, енді болашағын ойла деп өте жақсы бізді қарсы алды. Сюжетті қарап алайық. Ол жерде тоже үгіттейді.
егер тұрмысқа шықпасаң, сен жайдан жай отырсын, сауап алмай отырсын, жеп тамақ ішіп, тек қана сондай істемей отырсын. Сенің құлшылығың ол сенің күйеуің, сен күйеуіңе қызмет етуің керек. Сондай айтады да, көп айтады. Сол үшін мен, бірақ ол жерде многоженство көп, адамдарды, еркектерде көбінесе 3 әйелден, 4 әйелден. Мен ондаймын, біреуге 2-ші, 3-ші болып шыққым келмейді дегендіктен, жаңағы бір мүгедек адамға шықтым. Қаншалықты рас енді бұл кісі, сіз жолдасыңыз қасыңызда болды, 4 балаңыз да қасыңызда бірге оралды. Енді біздің білетініміз негізгі мәліметтерге сүйенген кезімізде мынау сәләфиттік бағыт, такфирлік бағыт дейміз, осы радикалды бағыттағы азаматтар жалпы ажырасқан кезде, яки болмаса күйеуі қайтыс болған кезде ол әйелдерді көшеге шығармайды, көбірек жүргізбейді. Содан дереу екінші бір братқа тұрмысқа шығаруға, өз арасында некесін қиып беруге бұлар өте әуес және де өте жақын болып отырады. Практика жүзінде біз көргеніміз. Дәл сол Сирияда осы жағдай өте көп орын алды. Жаңағында біз енді мәліметтерге қараған кезімізде алғашқы қолына қару алып енді шыққан азаматтардың көпшілігі негізінде опат болады. Өйткені тәжірибе жоқ, ол бірден барып соғыс алаңына түскен кезде өліп кетеді. Өлгеннен кейін оның артында қалған жесірі ол көшеде емін-еркін жүре алмайды. Белгілі мерзімнен кейін барып оны басқа бір брат келіп, өздерінің тілінде айтқан кезде оны міндетті түрде алады. Ол өлсе екіншісі алады, одан кейін үшіншісі алады. Себебі күйеусіз әйелді көшеге шығармайды. Сол ислам мемлекетінің сондай бір қағидасы болды. Енді бұлар енді такфирлік идеологияда қатаң радикалдық бағыт ұстанғаннан кейін оларды әйел затына ондай бір еркіндік, ондай бір құқық берген жоқ. Сол себепті бірнеше рет тұрмысқа шығуы, әркімнен әртүрлі бала тууы, ол сол жерде болған табиғи бір олардың жағдайы. Себебі олардың ережесі солай болды. Талабы солай болды, жесір әйел көшеде жалғыз жүруге болмайды. Тек қана күйеуінің рұқсатымен, ол үшін де басқа біреуге тұрмысқа шығу керек. Енді сол жаққа барып келген әйел кісілердің өздері оны мойында өздерінің айтып жатқандары да бар, бірақ жалпы алған кезде осы оқиға бізді де қынжылтады. Өйткені қаншама қазақтың қыздары сондай жаңағы тағдырдың тауқыметіне түсіп, күйеуі қайтыс болғаннан кейін барып анаған тұрмысқа шықты, ол қайтыс болғанда анаған шығады, немесе тастап кетсе анаған шығады, түрмеге кетсе басқаға шығады. Сондай бір қиыншылығын енді көріп жатырмыз. Ол тек Сирияда болған оқиға деп айта алмаймыз, ол біздің елімізде де болып жатыр ол. Осы көптеген жаңағы осы 2-3 жылдың төңірегінде де көп орын алды. Мысалы бір жаңағы екінші әйел қылып, үшінші әйел қылып алады, содан кейін талақ береді, ажырасады да, екінші бір братқа береді, ол ажырасады, үшінші братқа береді, сөйтіп бұндай жағдайлар көп орын алған болды. Мысалы бір Ақтөбе қаласында біз бір кездесу барысында қателеспесем 17 рет тұрмысқа шыққан қазақтың қызы болды. 17 рет. Яғни Сирияға бармай осы жерде соны жасаған жағдайлар болды. Өйткені бұл қазірде біздің елімізде бар, жоқ демейміз. Бұл енді радикалдық жаңағы такфирлік, сәләфиттік ағым өкілдерінің жасап жатқан осындай бір іс-әрекеті, бұл исламды өте жағымсыз бір тұрғыдан көрсетеді. Өйткені шариғатта міндетті түрде олай істеу керек деген талап жоқ. Жетімге, жесірге қарайласу деген талап бар шариғатта. Жақсы. Өзіміздің мемлекетіміз үшін қауіпті емес пе деп шындығында қорқуымызға негіз бар ма біздің? Бұл кісілер Сирия аймағына кеткен кезінде сол жақта болып жатқан соғыстарды көріп, біздің дініміз, ислам діні деген бейбітшілікте мағынаны береді. Ешқандай дінге қатысы жоқ, бір саясат болып жатқандығын түсініп, қайт келіп оралып жатыр. Және де бізде мына өзіміздің орталығымызда теологиялық жұмыстар және психологиялық жұмыстар жүргізіп жатыр. Теологиялыққа келетін болсақ, аптасына 2 рет 2 топқа бөлдік, аптасына 2 рет сабақ беріледі, одан бөлек жеке сабақтар жүргізіледі. Және недерден әлеуметтік көмектер жасаймыз, материалдық көмектер жасаймыз. Оған келетін болсақ, білесіздер, олар келген бетте ешқандай құжаттары жоқ. Мына жаққа ауруханаға тіркелу, немесе ота жасату, немесе кейбір балалар жаңағы мүгедектік алып жатыр. Мысалы, сол жақтардан көмектесіп жатырмыз. Енді әрине көбі қорқады, неге оны біз алаймыз, біз тіркемесек бола ма деген сияқты әртүрлі сондай недер бар. Бірақ ондай қорқатын еш нәрсе жоқ. Ол да өзіміздің қандастарымыз. Әр адам болған соң қателеседі, немесе шайтан да азғырып жіберуі мүмкін. Сондай себептер болады. Ол үшін қорқып керек емес деп айтамыз. Сюжетті қарап алайық, сосын жалғастырамыз. Жадыраны мынандай қылып қолымнан жоғалтып отырмын.
ал күнің түнің еңіреудемін, жылаудамын. Енді нәрестелер кетті. Қазір 6-7-де Айша деген нәресте жиенім кетті. Мұхамбет дегенде ода жиенім, мына Жадыраның. Зылиха апа бейғамдығынан бармағын тістеп қалғанын айтады. Баланы жастайынан көзден де, көңілден де таса қылмай тәрбиелеу керек. Оның немен айналысып, кіммен араласып жүргенін білу, қатердің алдын алады дейді ол. Ендігі жерде мен қайда барарымды білмеймін, не істерімді білмеймін. Мен ана жерде тұрса, басқа қалада отырса, мен сол бойда алып келген болар едім. Мен қолым жетпей отыр. Ал нәрестелер бар, қандай жазығы бар нәрестелердің. Енді мен елімнен, халқымнан, мен мына басшылардан сұраймын, енді адамдарды кеткен, жылап еңіреп жүрген әйелдерінің, нәрестелердің ешқандай жазығы жоқ қой. Мен соны сұраймын, Назарбаевтан сұраймын, мен соны алып біздерге көмек етсін, бізде аналарға. Мен жасым 74-ке келді, мен жылаудамын, еңіреудемін. Сізде көзайым болып жатыр деп естиміз. 4-өө болып кетті, 2-өө болып келді. Өздерің түсіне беріңдер. Қуаныштымын енді. Бүткіл елін тауып, өздерінің үйірін тауып, адасқандарын біліп, осындай болып өздері қиналып келіп атырғандарына, қаншама біздің енді азаматтар, балдар қаншама кетті. Жаңа мына баланың айтып отырғаны дұрыс. Бір осы Ақтаудың бүткіл әйел адамы, балдар бір бомбаның астында қалған. Енді сол жерде болған ақыр заманның барлығы. Енді жастарды мен енді адаспасын деймін. Өздерінің енді осындайлардан үлгі алсын деймін. Мына баламды айтып жатыр ғой барлығын. Баланың айтып отқанда дұрыс, қызым айтқанында дұрыс. Қаншама қиналып келіп жатырсыңдар жандарым енді. Енді сіздерді естіп отқан адамдар, көріп отқан адамдар, біліп отқан адамдар ешқандай адаспайды деп ойлаймын. Енді әлде де жастарға үлгіні беріңкіру керек. Кішкене мына біздің қазақ енді шүкіріміз ғой, еліміз тыныш, нан көп, бізден далаға қашатын ешқандай өмір жоқ деп айтам. Ол жерден ешкімде жақсы зат тауып келген жоқ. Қаншама адам қырылды, қаншама балашаға кетті. Мына балам бәрін жақсылап айтып отыр, соның барлығы болды. Қаншама жаңағы мүшеден айырылғандарды, енді ол қазір оларды кінәлі қылып, мына түрмеге отырғызып жатыр. Сол енді кем адамдарды мен түрмеге салмас екен деймін. Біздің осы ауылға келем деп тұрған осы Ақтаудың қаншама әйел адамдар, қаншама балдары бір бомбаның астында қалған. Енді соның арасында біздің де өкініштеріміз бар. Күйеу баламен 8 жасар қыз қалып қойды. Қалғанда кетіп қалғанда енді. Енді бәрін енді ол жекелеп айтып отыруға әрине болмайды. Көріп сізден әйтеуір қауыштыңыздар ғой, әйтеуір барымен. Барымен қауыштық, қуаныштымын. Әлде де Нұрсұлтанға мен мыңда бір рахмет айтам. Осы халықты алдырған сол басшымыз. Ортада психолог отыр апа. Жалпы кімдер кетеді? Енді осы Сирияға шақыратқан деструктивті діни ағымның өкілдер өте мықты психологтар өздері. Себебі олар әртүрлі психологиялық дәрістен, лекциядан және кездесуден өтіп дайындық алады. Сол дайындық алғаннан кейін олар интернет әлеуметтік желісі арқылы олар біздің еліміздің қарапайым адамдарының арасында именно психологиялық жарақат алған адамдарды іздейді. Тапқаннан кейін олар қарапайым әңгіме бастайды. Ол не обязательно діни әңгіме, діни мәселелер қозғайды. Әртүрлі әңгімелер қозғауы мүмкін. И сөйтіп жамен сөйлескеннен кейін негізі психология жарақат алған адам өсіру қиын болады екен. Содан кейін ол басқа жаңа парақтан, жаңадан бастап өмір сүргісі келіп тұр. Қалай айтсам болады? Өмір сүргісі келеді, басқа жаққа барып сүргісі келеді, басқа нәрсе көргісі келеді. И деструктив діни ағымның өкілдері сол моментті пайдаланып, өте психологиялық техникалық пайдаланып, мысалы НЛП дейтін техника бар, нейролингвистическое программирование. Сол техника арқылы, сол техниканы пайдаланып, өзіне қарай тартады. И тартқаннан кейін сөйтіп адамдар осы
осы өмірден, осы мысалы елден қашқысы келеді. Мысалы олар уже бәрібір болады, қай жерге қашқысы келеді. Мысалы осы елде тұрса, әлде басқа елде тұрса, оларға бәрібір ең бастысы олар жаңа өмір бастағысы келіп тұр. Жусанмен келгендерді қоғамға бейімдеу, қанша дегенмен бірнеше уақыт айтып отыр ғой, үлкен психологиялық жұмыстар жүргізіліп, олар бейімделіп қалды ғой сол жаққа, саналары алып келу қиын болып жатқан жоқ па? Жалпы жусан операциясында сол азаматшалармен кездескен кезде әрине басында оңай болған жоқ. Әрине қиын болды, себебі ар жақтың, жаңа Сирия елінің жалпы діни өзінің идеологиясы көбісіне қалыптаспаған бірнеше жыл бұрын. Және де ол жерде өткен сабақтарда барлығы сол жақтың кітаптарымен, сол жақтың жаңа діни қате ұстаным пікірімен өткен. Әйел азаматтар да болсын, кішкентай балалар да, ер азаматтар да. Сондықтан да бізге келген кезде Қазақстанға оларды басында түсіндіру жұмыстары әрине өте қиындау болды. Бірақ әрине сөйлесіп келіп, біраз нәрсені талқылап, түсіндіріп, кітаптармен деген сияқты, діни әдебиеттермен, діни мағлұматтармен көрсетіп, түп нұсқадан көрсетіп деген сияқты, сол арқылы біраз кішкене болса да түсініп, қоғамға бейімделіп қалды. Және де айтарым, осы азаматтар жаңағыда айтып отыр, қауіпті емес па депті қоғамда. Айтарым жалпы, әрине оң қазақта айтады ғой, адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң деп. Сондықтан да оларды түсіністікпен қарап, жалпы барлық адамның, теолог мырза да айтып кеткендей, барлық адам қателеседі депті. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, барлық адам баласы қателесуші деп. Сол қателескендердің ішінде ең жақсылары өздерінің қателерін түсініп, біліп, мойындап, тәубе еткендер дейді. Сондықтан да бұл азаматтарды біз әрине қоғамға сөйтіп қабылдау керек. Біз әркім адасады, қателеседі, бірақ Аллаға шүкір өздерінің үйірін тауып, өздерінің елін тауып, қайтадан осы қоғамға бейімделуге, осы қоғамға қайтадан өздерінің пайдаларын дейміз, үлестерін дейміз, қосуға әрине дайын. Жаңаөзен қаласынан да бар әрине келгендер. Соның үшін жұмыс жасаған кезде ата-анасына қауышып, туысқандарына қауышқандарына өте әрине қуанышты. Балалары осы жаққа келіп, осында қайтадан қазақи тәрбие алып, осы балабақшамыз болсын, мектептеріне қайтадан беруіне өздері өте атсалысып жатыр, және қуанып жатыр. Сондықтан да оларды әрбір адам баласы, осы қазақ азаматы түсіністікпен қоғамға қабылдап, жаны ашыр ретінде қараса, әрине қоғамға бейімделіп кетеді деген жақсы үмітіміз бар. Оразгүл апайдан сұрайықшы, балалар деп жатырсыз. 19 бала келді дедіңіз ба бізге? 15 бала, екеуі толдыр жетім дедіңіз ғой, Сіз жұмыс жасап жатырсыз ғой, келген әр лектің балаларымен, Оразгүл апай? Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жанындағы балалардың құқықтарын қорғау комитетінің әлеуметтік тапсырыс аясында Право қоғамдық қорының жасөспірімдерге әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, құқықтық көмек көрсету шанс орталығы, Маңғыстау облысының шанс орталығында бірнеше қызметкерлер бар, психологтарымыз бар, құқық қызметкерлері бар. Осы келген отбасыларының балаларымен жұмыс жасаймыз, және тек қана балалар емес, олардың аналарымен де жұмыс жасап келе жатырмыз. Жаңа дін істері басқармасының өкілінің айтқанындай, жусан операциясы аясында 6 әйел адам, 15 бала, 13 бала, жусан 1-2 бала, 15 бала келсе, және жусан операциясынан тыс келген 2 отбасы бар бізде. Оларда 7 бала бар, барлығы 22 бала, 8 отбасымен қазір жұмыс жасап жатырмыз біздер. Балаларды мектепке дайындау, оларды балабақшаға орналастыру, құжаттарын қайтадан қалпына келтіру, немесе құжатсыз балаларға құжат алып беру, оларды сотқа беру, құжат алу үшін. Сондай жұмыстарда біздер құқықтық көмек көрсетіп, балаларға психологиялық көмек көрсетіп, және мектепке дайындап, мұғалімдер қазір жұмыс жүргізіп жатыр біздің орталықта. Балалар қалай енді ортаға барып үйренісіп кете алатындай деңгейде ма? Әрине, балалар өте ақжарқын. Мысалы үшін 2017 жылы жусан операциясынан тыс келген отбасының балалары бар. Олар қазір уже үлкені 5-ші сыныпта, 3-ші сыныпқа барды. Егер бірінші кездерде олар мектепке, ортаға, жаңағы сыныптағы көп балаларға кішкене бейімделе алмай, психологиялық тұрғыдан кішкене бір
тартыншақтанып сондай болатын болса, қазір олар өте жақсы бейімделіп кеткен ортаға, және қосымша сабақтарға барады, қолөнерге барады, биге барады, барлық қоғамда қандай балаларға қандай жағдай жасалған, соның бәрімен айналысып жүр, спортқа барады деген сияқты. Жақсы, рахмет. Енді Әсем елге оралып отыр, бір емес 4 баламен оралып отыр. Осы біздің қасымызда өмір сүрем деп отыр. Менен қорықпаңыздар, мен ешқандай қауіпті емеспін деп отыр, иә? Әсем, жоспарларын білейік, болашаққа енді кішкене серпіліп қалдым деп отырсыз мына мамандардың жұмыс істеуімен. Иә. Сосы психолог және теологтар өте көп көмектесіп жатыр бізді осы орталыққа бейімделуімізде. Жалпы болашақта балдарымды оқытып, бір жақсы бір маман иесі болса деймін, орталыққа не істепті, араласып кетсе деп, өзімде бір маманды не істеп, маман иесі болсам екен деп не істеймін болашақта. Мамандығыз бар ма еді бұрын? Жалпы финанс факультетін бітіргенмін. Тігіншілік болсын, болмаса қандай да бір не болса, бір маман иесі болғым келеді. Жұмыс жасағыңыз келеді? Иә, жұмыс жасағым келеді. Мемлекетімізге менде бір үлес қосқым келеді. Жақсы, олай болса, осы студиямызға келіп, ойларыңызды білдіріп, пікірлеріңізді білдіріп, емен жарқын әңгіме айтқандарыңызға алғысымызды айтамыз. Біз өз хабарымызды осы көрермендерімізге пайдалы болды деген ниетпен аяқтайтын уақыт келді. Аман сау болыңыздар.